Сәлеметсіздер ма? 10 минутта блини жасаймыз. Тойымды өзі оған керекті жұмыртқа, міне 5 жұмыртқа жақсылап араластырамыз. Ішінде нелері болмау керек, қоябалары. Мүмкіндігінше және ас содасын қосып береміз. Кішкене ғана тұз, жарты қасық тұз араластырамыз жақсылап. Және сұйық май, 2 қасық сұйық май, екінші қасық сұйық майды қостық және араластырамыз тағы да. Міне араластырдық. Енді сүт қосамыз. Кішкене 1 кесе сүт болса болады. Bir кесе толтырмай сүт құямыз да және араластырамыз. Онды осылай електен өткізген жақсы. Онды 1 кесе онды осылай електен өткізіп қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Түйгендері болмау керек. Енді мынау салат, лечо, өзі банкіге жабылған салаттар, менікі мұзғатып тұрғаны. Міне дайын болды. Енді оны тапаға май қойып, қызған тапаға саламыз. Сосын оны кішкене араластырамыз. Жан-жағын бәріне жайылу керек. Егер майды тапаға жақсылап құйсаңыз, көп емес, аз емес, сонда былай осы тапаның ішінде өзі жылжып тұрады. Астын қарап қоямыз. Кішкене тұру керек екен. Әлі толық піспепті. Асты кішкене қызару керек. Енді дайын болды. Келесі бетін аударамыз. Міне тағы да қыздыруға да болады, немесе осылай да болады. Өзі тоқ болады екен, жай блиниға қарағанда. Міне ішіне начинка салып жіберсеңіз болады. Біз асығыс пісірдік та осылай дайындадық. Және бұның формасын өзіңіз ойыңыздағыдай жасай берсеңіз болады. Осылай круглый етіп қоюға болады, немесе ұзынша қылып қоюға болады. Дөңгелек қылып 3-ке бөліп. Міне рулет сияқты кестік. Өте жұмсақ, тойымды, дәмі әдемі. Енді дәмін айтып жеткізе алмаймын. Тіркеліп кетіңіздер, қайда жүрсеңіз